Айдана, сен қашан бала табасың? 22 жасыңда отырып әлі ойланасың ба? Деді енесі. Осы сөз қыздың шамына соңғы нүкте болды. Бұл тек бір отбасының емес, талай қыздың тағдырына ұқсас әңгіме. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып кір қалдырыңыздар. Ербол жұмыстан үйге асығып келе жатты. Қала саябағының бірінен өтіп бара жатып, көңілді отырған бір топ қызды көзі шалды. Олардың күлкісі ағаштардың арасынан жаңғырып, тіпті құстардың сайрағанындай әсер қалдырды. Бірақ Ерболдың назарын ерекше бір қыз Айдана баурап алды. Жігіт қимылсыз тұрып қалды. Оның көзқарасын байқаған қыздардың бірі әзілдеп қолымен Айдананы нұсқады. Осы сәтте батылданған Ербол қасына жақындап сөйлесе бастады. Айдана кейін есіне алғанда, алғашқы сәттен ақ Ерболдың байсалды мінезі мен сыпайылығы маған ұнады дейтін. Шынында да жігіт өте байыпты, қызға ерекше ықыласпен қарады. Осылай олардың таныстығы басталды. Ерболды Айдананың ашық мінезі, шынайылығы, шат көңілі бірден баурап алды. Ал Айдана үшін Ербол 5 жас үлкендігімен орныққан, салмақты болмысымен сенімді серік болып көрінді. Жастықтың шынайы сезімі, алғашқы кездесулердің қуанышы олардың жүрегін жалғады. Махаббаттардың іргетасы осылай қаланды. Арада көп ұзамай Айдананы Ерболдың ата-анасымен таныстыратын күн де келді. Қыз қатты толқып, мұқият дайындалып барған. Алғашқы танысу болған соң, әрине, көңілінде уайым да бар еді. Ерболдың әкесі сабырлы, жуас кісі болып шықты. Әкесінің мінезі баласы Ерболға берілген екен. Ал анасы Сәлима апа болса, керісінше қатты, өктем, өзіне сенімді, сәнді киінген адам еді. Сол кеш бойы Ерболдың анасы Айданадан талай сұрақ сұрап, жан-жақты тексергендей болды. Оның ішінде атанаң қайда жұмыс істейді, өзіңнің пәтерің бар ма өзі, табыс көзің қандай, деп кейде ыңғайсыздау да сұрақтар қойды. Айдана алғашында Ерболдың анасы ұлы үшін алаңдап отыр ғой, деп мән бермей бәріне байыппен жауап қатты. Кеш соңында үйге қайтып бара жатқанда Ербол Айданаға өзінің шын сезімін білдірді. Айдана, мен сені қатты жақсы көремін, маған тұрмысқа шығасың ба, деді. Қыздың қуанышы қойнына сыймады. Ол да Ерболдың ықыласын қабыл алып, иә, келісемін, деп жауап берді. Осыдан кейін көп ұзамай олардың үйлену тойы болды. Бірақ бұл қуанышты сәттің бәрінде өз қолына алған Сәлима апа, яғни Ерболдың анасы еді. Тойдың ұйымдастырылуынан бастап, залдың әшекейленуіне, қонақтар тізіміне дейін бәрін енесі өзі шешті. Тіпті қалыңдықтың гүл шоғында өзі таңдап әкелді. Айдана алғашында Ерболдың анасының талғамы жақсы шығар, деп бәрін сол кісінің еркіне қалдырды. Ал шын мәнінде бұл жағдай олардың отбасылық өмірінің басы ғана еді. Кейінгі күндері Ерболдың анасы мінезін мүлде өзгертті. Күн сайын қоңырау шалып, жарты сағаттап ұлымен сөйлесетін. Айданаға қалай тамақ пісіру керек, үйді қалай жинау керек, бәрін үйреткендей ақыл айтып қадағалай берді. Ата-аналары бөлек тұрғанына қарамастан, Ерболдың анасы еш ескертпестен үйге келіп қалып, үйдің еденін ақ шұлықпен әдейілеп басып, тексеріп, тазалығың дұрыс емес деп ескерту жасайтын. Айдана үнсіз жүре берді. Бірақ іштей қатты қиналатын. Ақыры бір күні шыдай алмай, Ерболға сұрақ қойды. Ербол, сенің анаң біздің үйдің кілтін қайдан алды? Жігіт жай ғана, мен дубликат жасап бердім. Ол анам ғой, бәрін дұрыс айтады, сен де тыңдай бер, деді. Айдана сол сәтте қатты ойланып, ол тек Ерболға емес, оның анасымен бірге тұрғандай еді. Айдана енесінің күн сайынғы ескертпелеріне, қатаң бақылауына әбден төзіп жүргенде, Сәлима апаның жаңа талабы бәрін асқындырып жіберді. Айдана, саған бала табатын уақыт келді. Қарашы, 22 жаста болып әлі жүрсің, деді енесі.
Қыздың жүрегіне осы сөз найзадай қадалды. 22 жас дегенде қайдағы кәрілік, мен әлі жаспын ғой, деп ойлады ішінен. Бірақ енесі мұнымен тоқтамады. Үйімізді сатып үлкен үй аламыз. Мен немереге өзім қараймын. Сен дереу жұмысқа шыға берсең болады. Егер жақында бала туып бермесең, Ерболға басқа әйел әперем, деп кесіп айтты. Айдана күйеуінен қолдау күтті. Бірақ Ербол тағы да, анам дұрыс айтты, оның айтқанын тыңдайық, деп анасының сөзін қостады. Осы сәтте Айдана өзі барлығын түсініп тұрғандай кейіп танытты. Ол өзін, бұл отбасыда менің үнім естілмейді. Ол күйеуім емес, енесіне тұрмысқа шыққандай сезімде болды. Ақыры ойланып, үлкен бір шешім қабылдады. Ажырасуға арыз берді. Ең қызығы, Ерболдың анасы да, Ерболдың өзі де неге Айдана олай істегенін түсінбеді. Тек Ерболдың әкесі ғана жас келінге ақырын сыбырлап, дұрыс жасадың қызым, әлі кеш емес, бақытты болуға үлгересің, деді. Айдана осы сөзден жұбаныш тапқандай болды. Құрметті көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? Айдананың шешімі тым асығыстық па, әлде енесінің қысымы қатты болды ма? Әңгімені оқып отырып, бір қарасаң, анасыныкі дұрыс секілді. Алайда жастардың өміріне араласа берген келінге де қаншалықты әсер еткенін байқауға болады. Пікір қалдырып, лайк басыңыздар.